Сәлем достар, қалайсыздар, жақсыздар ма? Біз бүгін тағы да күшті видео жасайық деп жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, өте қызық видео болады. Бүгін не істейміз? Жүкән мамасына пранк жасаймыз. Асан жаман жынды пранк болайын тұр кәдімгідей. Шок болатын шығар мамасы кәдімгідей білмейтіндей, білмей қалатындай десек ше ма? Дұрыстап. Қазір бірінші біз оған бар, мына жерге ол қазір келеді. Келген кезде біз айтып қойды. Мысықтың дауысын дайындап қойды қызым. Ол келеді, мына жерде жүреді, негізі үйде мысық бар ғой, бірақ мына басқа мысықтың дауысы. Иә? Сосын, мынау қаяқтың мысығы деп жүреді де тоқтатып тұр. Мынау қаяқтың мысығы, қайдан алып келдіңдер деп бас айналып жүрсін. Сосын іздеп таба алар ма екен, көрейік. Шын мысық деп ойлайды негізінде. Қызым дауысың бар ғой, бір жерге тақып қойып көрінбейтін жерге, мамаң таба алмайтындай жерге тақып қойшы. Мына жақта болса табуы мүмкін тездетіпті. Ана жерде осы жақтан іздейді ғой. Бір жерге тақып қойып мына жерге қойып қойшы. Дұрыс айтасың. Таба алмайды да, мына жаққа келмейді ғой, ойламайды мына жақта жерді. Жігіт ана жаққа барып отыр. Мінекей мына мысықтың дауысы дейді. Жігіт ана жаққа барып отыр, біліп қалады екен мына жақта екенімізді. Мына қазір өзіміз бүйтіп қоса саламыз блютузбенен. Да? Енді мамаң келе ме екен мына жаққа? Тамақ пісіріп отыр ғой да, келеді ғой да? Келгенін күтейік енді. Оған дейміздер шай ішін. Келіп қалдық. Қалай келе екен? Шай ішіміз ба? Шай ішейік, шай ішейік. Не болды? Мысықтың дауысы емес қой? Енді ненің мысық? Кәдімгі үйдегі мысықтың дауысы емес пе? Жоқ, менің дауысы ғой. Үйге олай міне оламайды ғой. Қалай мен ол? Үйге кіріп кетті ма? Сен өзің әкеліп жүрген жоқсың ба мысықтар? Жоқ, келді мысықты мойындаңдар бұл. Сен өзің күшті көресің мысықтарын тауып Жоқ, көресің? мен өзімнің мысығын жақсы көремін ол. Даладағы мысықтан келмеймін ғой. Дауыс басқа ма? Сендер мысыққа келіп жүрген екеуің екі мысыққа таласып жүрсіңдер, сол мысыққа келгенсіңдер. Арука екеуің ма? Иә, қайдан шығып жатыр? Мына мысық шынымен дауыс басқа үйге кіріп кеткен шығар онда. Бізде қайдан шығып жатыр? Сонда даладан кіріп кеткен ба не мысық? Қай уақытта сендер кіргіздіңдер? Айтыңдар, мойындаңдар. Кіргізген жоқпыз. Сен тағы мысық сатып алып Кіргізген дейсің бе? Мен мысықты айдап алдым. Мысық сатыла берді дейсің бе? Қымбат тұрады мысық деген. Тағы да бір мысық сатып алғанда екінші болса екеуі бір мысыққа таласып жүр. Бәрін көресің ғой сендер үйде мысық болатын болса деген. Қалай сенен тек ұстаймыз? Жоқ, тырмыстамайсыңдар, бірінші үйге кіргізіп алсыңдар, болды, қумайды деп. Жоқ, Мила бар, мынаның астында жүреді. үйде Миланың дауысы шығар. Миланың дауысы бар. Тапшы, қайда? Іздеші. Қайда? Қайда? Мына жақта жоқ. Менде шынымен де біртүрлі болып тұр ма? Қайдан дауыс шығып жатқаны? Ой, мына астында қыстырып жатқан жоқ па? Диван астында Милан? Шынымен дауыс біртүрлі. Ой, жай. Осылай жасай ма? Шын дауыс сияқты ғой мынау деген. Бастарын жасай ма? Кәдімгідей соншама алды. Өліге пранк қой, пранк. Сен де мені аямайсың ғой пранк жасағанда. Жесткий пранктар жасайсың. Бұл қайта ештеңе емес, нормально бұл пранк деген. Шын мысықты ойлап қалдың ба? Иә, мысықтың дауысы деген ауылмайды екен. Сен тағы мияулап отқан жоқ қой, бітті ма дегеніз? Жоқ, басқа жасамайсыңдар ма? Пранк болды ма? Иә, болды. 24 сағат пранк жасайтын тұрсыңдар. Өзіміз білеміз ғой, неге 24 сағат жасап қалуымыз мүмкін. Даже 48 сағат жасап қалуымыз мүмкін. Қойыңдаршы. Бірақ сен білмей қалуың мүмкінсің. Ренжіме ма бірақ та? Тағы да одан да жесткий жасаған ренжіме. Қызым, енді сен маған көмектесің ма? Мамаңа жесткий пранктар істейміз, сен бірақ ренжіме мамаңа жасап жатыр деп. Не істесек болады? Жерден ноутбук дайындап қойған шығарсың. Мынандай әдейі экран дайындап қойдық та, и осы мен аламын да осылайынан істеп қаламын қаттырақ. Потом маманы шақырамыз да компьютер сынып қалды дейміз. Маманың қалай не екенін реакциясын көреміз үшін. Мына жынды не болады, пранк болады шығар. Себебі бізде мына компьютер, мына ноутбукты жақында алдық. Қымбат ноутбук, өзінің ноутбугі ана жерде тұр ескісі. Мынаны сынып қалды десе қазір
Жүка сен шашың жұлып алмайсың, башылап тақырып. Мен арашылап оламын ғой, сен бірақ тым білдіртпеймін, башылап саған бағып отырса да деп отыра беремін. Самый главный білдіртіп көрмеймін. Достар, сіздер реакциясын байқаңыздар қазір. Қалай екен, шынайы гүл екенін. Түрін күлейік, не болады? Жоске қойып тұр. Так, енді сен ташылатып не істейсің? Ой, сен не компьютер түсіріп алдың ба не жерге, Жүка? Гүлеке? Шүшет? Мына компьютерді дейтін, бүлдіріп алды деймін. Қалай? Білмеймін, ана қараш. Қараш кет. Жерге түсіп кетті ма, ана ойнап нетіп өтеді, ойнайын деп. Қайсысын новый ноутбук па? Новыйды ғой еще. Сендердің бастарың жасай ма? Не істедіңдер? Өзің шынымен басын жасайын. Мынау күні кеше сатып алған новый нәрсе емес пе? Ештеңе етпесін, не бажылап отырсың Не қайта. істедіңдер? Енді ана білмеймін, алайын деп атты ма, түсіріп алды ма, бірдеңе болды, тарс ете түсті ғой, естіңбесен. Бұл экран кетіп қалған болса, вообще жасалмайды ғой, білесіңдер ме? Кетіп қалған ғой, көріп тұрсың ғой. Оңдату керек шығар, оңдалатын шығар. Білмеймін, маған новый ноутбук алып бересіңдер. Қалай алып береміз? Сен басқа үйде тұратын адамсың ба, бөлек тұратын адамсың? Жоқ, енді мен жұмыс жасауға керек болды деген. Мына мысық сындырып алса не істейсің? Мысық алып бер дейсің бе не? Білмеймін, кім сындырды. Біз емес, мысық анау үстінде сүйгеп шошаңдар. Видео камера қойып қою керек едім, ешқайсысын мойындамайсың. Не бақытта болса бақытта бүйтіп сындырып қашып кетті. Білмеймін, әкең алып береді онда ноутбукты. Не алып берсін? Осы жақында ғана алып бердік, не болды? Маған керек жұмыс жасауға. Жоқ, сен бір сабыр етшеші, оны оңдатуға болатын шығар. Білмеймін, оңдатып кетіңдер онда. Оңдатуға болатын шығар. Не масқара мына ноутбуктың Может, Нина сындырып кеткен шығар, мен емес. Ей, Не болды? Не? жасап тұр ғой мынау. Қалай жасап тұр? Мынау не? Не болды? Мынау өтірік қойып қойғансыңдар ғой. Мені инфаркт қылып өлтіретін шығарсыңдар. Не инфаркт болып кетші ма дүнияға? Не? Пранк, Гүлеке. Гүлеке айттық қой саған, сен білмей қалатын пранктар жасаймыз біз деген. Ойламаған, ойда жоқ заттар жасаймыз. Басым қаным шығып кетті басыма дейді. Кәдімгі шын сияқты болып тұр ма? Иә? Қарашы міне, может, басқа видеоларды қосып қойшы. Бетосы кетіп қалған сияқты болып тұр вообще. Болды, түсінікті. Түсінікті. Ренжіме, тек ренжіп қала беретін де. Күнде жасап отырық алдында дейді, маған да жасағанда ренжіген жоқпыз ғой. Қызым, сен киімді өтік деп жатсың ба? Осыменен қалай жасаймыз? Қалай? Шеш? Мен киімді бетіктеп жатырмын да, потом осылай қолым бояп алдым дейді. Осылай мен өтікті осылай басып аламын дейсің. Маманың реакциясын көреміз потом. Күйдіріп алған сияқты болды ба? Қолым күйдіріп алдым. Күйдіріп алдым деп сразу шақырайық? Иә. Мама деген машина кофтаны күйдіріп алып жүріп ойлайды шығар. Мен кофтаны күйдіріп алдым, өзі жылайтын шығар ол деп бағым. Гүлеке, Жүка қолын күйдіріп алды ма, бірден болып кетті, келші тез. Қолына бірден болып қалды. Қараш? Андайды, не болады, не істеуге болады андайды? Қайда? Бүйтіп басып алдым. Не істеуге болады, ойып кетпей тұрғанда? О, жаным. Не істеймін? Анан енді бірдеме қылу керек қой. Ол бірдеңе жарайды ана ноутбук. Ойып кетпей тұрғанда. Жүр, кіріп жар. Сен дымда қиналмайсың ғой. Мана тек ноутбукқа жаман ойбайлап едің. Бұл кетеді, ештеңе етпейді. Бұл талай күйген ештеңе етпейді. Қалай ештеңе етпейсің дейтін. Сен дейтін, ана ноутбукқа жаншы ойбайладың мана. Крем жағайын, ана жақта ноутбук. Мынау дейтін. Масқара ғой мынау деген. Жаным. Қандай крем жағасың? Новый крем жағу керек. Крем қайда? Алып келші Арука. Жүр кремді жаға. Жүр. Не? Пранк. Неше түрлі пранк шығыватыр ма қалай екен? Білмей қалдың ба да точно да? Қайда мен әкесіне екеу Жоқ, сен шынымен да ноутбукқа жаңы шықты мынаған келіп. Мен деп ешқандай дым болмаған. кетеді ғой ештеңе етпейді. Дым болған Мен болсам ғой жаңы шықты. Сен де мен екінші өйтіп маған қиын заданиялар берме алдындағыдай. Нормально. Мысықтың тығылып жатқанына пастя осындай жерде тығылып жатады екен да? Көрпенің астында бірдемеде де? Алдында да мына жинап жатқанда сөйтті ғой? Ана арасына кіріп кетіп қайта. Қолыма шошып кеттім. Мен де білмей қалдым арасында жатқанын.
бітпеден мысықты. іште болып жатыр ғой. Мысық жайында пранк түсірсек, сондайды ойластыруымыз керек енді. Мысық жайында бір видео түсіруіміз керек енді. Қызым енді қандай пранк жасасақ болады, енді вообще жесткий жасауымыз керек. Қалай чердак? Маманы чердакқа қамап тастаймыз. Чердак қамап, оны білдіртпей қалай кіргіземіз? Жүріп кетті, қамай кіргізсек. Әже ет алып кел деп жұмсады. Әженің еттері бар, жақсы сөйлеп қойғанда чердакта. Иә. Сен әжеге, дұрыс айтасың. Соларды алып кел деп. Давай. Ішіне кіргізіп жіберміз. Так, чердак мынау да, ішін қарашы. Нормально ма? Қараңғы ғой да, қап-қараңғы мінекей. Сосын бұл жерге қамап қоямыз қазір. Жақсы. Мама. Сен әже. Қайдан келіп қалдың сен? Тыңдап тұрмысың ба? Сен әже етке жұмсап ет алып кел деп. Шырақтан ет алшы. Аламын ба қазір өзім кішкенен кейін. Ет асуға ет алып кел дейді, сүрленіп тұрған еттерден. Сүреніп тұрған. Қайсы? Маған фонарик бересің ба? Фонарикті? Иә, ана фонарикті берші. Етті көрмеймін ғой. Етті алып. Ала бер, иә? Ала бер. Гүлеке, ренжіме. Бұл пранк, сен қамалып тұрасың енді, 3 сағат тұр, нормально. Салқын болмайды, анжен ішіне бәрі жылы киімдерді, аяқ киім бәрін салып кіргізіп қойдық, сол тауып ал. Қолында панарик бар ғой, қолында панарик, солменен не істеп ал. Ішінде кішкене отыра, пранк қой, пранк, ренжіме енді. Дымда ренжіме. Так, кішкене отыра тұрайық. Сен кішкене нотпен ойнап отыра бер. Ема? 2 сағат өткенше. 3 сағат өтсін. Бірақ сен де ренжіп қалмай, ема? Пранк қой, пранк. Мен жаққа кішкене телефон шығып жата тұрайын. Мен жей кішкене жата тұрайын. Пранк кішкене өтсін, сағат өтсін, уақыт өтсін. Кішкене салқын жерде, қараңғы жерде тұра тұрсын маған. Мен аямай пранк жасағанда жақсы ойын ғой бәрі. Көтереді ау, көлекеңді. 3 сағат көп қой. Жарты сағат жүреді ғой, аша берейік. Біз 3 сағатта қалмаймыз өттік қой негізінде. Топ қалады ғой. Жақсы. Жаны ашып бара жатыр ғой. Гүлеке, қайдасың? Мен отыр ғой спокойно, Гүлеке. Мама ренжіп қалды. Гүлеке, че там? Не істеп өтсің? Мен жаңа қылып кеттім. Қайсың, Гүлеке? Жүр. Мен жерден тоңып қаласың, қараңғы жерден. Тоңып қалған жоқсың ба? Мама. Гүлеке, жүр, шай ішеміз, Гүлеке, жүр. Күшті не әкеліп қойдық, торт әкеліп қойдық, жүр, шай ішейік. Гүлеке, мен ақыл көп қой. Ренжіп қалдың ба, шымен? Жүрші, Гүлекенің өзі анжаққа шығып ренжішеш, мен жерде отырып ренжігенше, сақын жерде шығып ренжіген дұрыс қой, сол жерде. Болды, кішкене, күлш, Гүлеке, күлш. Қой, түрін жамылып кетеді екен. Болды. Пранк қой, пранк. Ең жесткий пранк болды деймін да, сағын да? Осы сияқты ең жесткий. Енді деген, мен де өйтіп істеме. Гүлекенің ақыл көп. Болды ғой да? Гүлеке, күлш. Гүлеке, күлшіш, жалындырмай. Гүлеке, молодец. Ал, достар, біздің видео ұнады деп ойлаймын. Ұнаса бізге лайк бас, комментарий жазып қолдап кетсеңіздер қуанып қалар едік. Рахмет сіздерге.